Америкалық бокс мектебінің өкілі Шейн Мозли өте талантты боксшы бола тұра ұзақ уақыт бойы Де Ла Хойя мен Мейвезердің көлеңкесінде жүреді. Бірақ өз уақытын үнсіз күткен ол мүмкіндік беріле сала алдымен Де Ла Хойяны 2 рет жеңеді. Содан соң басына соққылары ту мүмкін емес Мейвезерді құлата жасайды. Біз бүгін кезінде Рой Джонс, Леннокс Льюис сынды аңыз адамдарды артқа тастап, әлемнің ең үздік боксшысы болған Шугар Шейн Мозли жайлы айтатын боламыз. Мың 1971 жылы ақштың Калифорния штатында туылған Шейнде сол кездің барлық қара нәсілді балалар секілді 2 жол болады. Көшеге шығып бандыға қосылу немесе бокс залына бару. Әкесі жас кезінде боксшы болған екен. Бірде бала Шейн әкесінің көше төбелесінде бокс арқылы қарсыласын қалай сабағандығын көріп, өзі де боксшы болуды армандай бастайды. Алғашында бізде спорт зал болған жоқ. Бірнеше ай көшеде жаттықтық. Мен базардан кішігірім секундомер сатып алып, сонымен жаттығатынбыз. Бірге жүгіретінбіз. Біз Шейн екеуміз барлығын бірге істейтінбіз. Баласының бапкері қызметін Джек Мозли өз қолына алған екен. Әуесқой бокста Шейн Мозли бірнеше рет ақштың чемпионы атанады. Тіпті 92 жылғы Олимпиада чемпионы болатын Оскар Де Ла Хойяны да жеңген екен. Бірақ Олимпиадаға жолдама турнирінде Хернан Форесттен жеңіліп қалады. Нәтижесінде Де Ла Хойя Олимпиада чемпионы атанса, Форест бірінші жекпе-жектегі жеңіліп қалады. Ал Шейн кәсіпқой мансабын бастауды жөн деп шешкен екен. Әуесқой бокста 230 жеңіс, 16 жеңіліспен аяқтаған әрі ақштың бірнеше дүркін чемпионы болғанмен 21 жасар талантты боксшыға жақсы промоутер табу қиын болады. Әрі бапкер, әрі менеджерлік қызметте өз мойнына алған әкесі алғашында өз қаласында болып жатқан барлық бокс кештерінен баласына жекпе-жек ұйымдастырып отырады. Өзінен әуесқой бокста жеңілген Де Ла Хойя алғашқы жекпе-жектен бастап супер жұлдыздар қатарында болса, Шейн Мозлиді алғашқы 5 жыл бойы ешкім танымаған екен. Тек 97 жылы Седрик Кушнер есімді промоутердің талантты боксшыға көзі түсіп, оған чемпиондық жекпе-жек ұйымдастырады. Бұл кезде Мозли 23 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетсе, оның 22-сін нокаутпен аяқтаған болатын. Шейн 61 келідегі IBF белдігінің иесі Филипп Холлидеймен кездеседі. 31 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен Холлидей чемпиондық белдігін 7 рет қорғап үлгерген екен. Бірақ ол өте жылдам Шейнге қарсы еш айла таппайды. Оның бар жеткен жетістігі 12 раунд шыдап ұпай санымен жеңілу болады. Осылайша Шейн Мозли алғаш рет 26 жасында әлем чемпионы атанған болатын. Белдігін ол алғаш рет мексикалық Мануэль Гомеске қарсы қорғап, оны әдемі нокаутқа жібереді. Одан кейін 2 жылдың ішінде белдігін тағы да 6 рет қорғаған Шейн үміткерлердің барлығын нокаутқа жібереді. Бұл нокауттар Мозлиді өз салмағы бойынша әлемнің ең мықты боксшысы дәрежесіне дейін көтереді. Тіпті 98 жылы оның есімі әлемдегі ең үздік 10-дықтың ішінде 6-шы орынға да жайғасады. Бірақ әлі де болса, Шейн тек боксшылар мен промоутерлердің арасында ғана танымал талантты боксшылардың бірі болады. Мансабын өзгертпесе, көлеңкеде қалып кететіндігін сезген Мозли 61 келіні тастап, бірден 2 салмақ дәрежесінде, яғни 66 келіге дейін көтеріледі. Дәл осы уақытта Де Ла Хойя мансабында алғаш рет Феликс Тринидадқа ұпай санымен есе жіберіп қойған болатын. Оскар тез арада реванш талап еткенмен, Тринидад басқа салмаққа ауысатындығын жария етіп, Де Ла Хойяны лақтырып кетеді. Оскар бұл уақытта 4 салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанған әлемдегі ең үздік боксшы болатын. Оған кез келген қарсылас таңдай салуына болушы еді. Бірақ қиындықтан ешқашан қашып көрмеген ол, осы салмаққа келген жаңа қауіп Шейн Мозлиге қарсы өзін сынап көрмекке бел буады. Бұл Шейн үшін джекпот ұтып алғанмен бірдей болатын. Өйткені бір ғана осы жекпе-жек үшін Мозлиге $4,5 миллион уәде етіледі. Шейннің осы уақытқа дейін өткізген барлық 34 жекпе-жегінің ақшасын қосқанда $4,5 миллионның 10%-ына да жетпейтін еді. Жекпе-жек боксшылардың алма-кезек соққы алмасуымен өте бастайды.
Оскар негізінен агрессивті бокс көрсетсе, Шейн қарымта соққыда өнер көрсетеді. Mosley digging a left hook to the center of De La Hoya in this fight. Absolutely. And you can see that Mosley with his speed and fluidity can succeed. 8-ші раундта Шейн солақай менерге тұрып алады. Кейінгі раундтарда Оскар ойланып жүргенде Мозли ұпай санын түгендей береді. Таза ұтылғанын сезген Де Ла Хоя соңғы 12-ші раундта белсенді шабуылға шығады. Бірақ Шейннің де жауабы дайын болатын. Осылайша ешкім танымайтын Шейн Мозли сол кездің ең басты жұлдызын жеңіп, өзі супер жұлдызға айналып шыға келеді. Және әлемнің ең үздік боксшылары Леннокс Льюис, Флойд Мейвезер, Назим Хамед, Бернард Хопкинстарды артқа тастап, өзі бірінші орынға көтеріледі. Онымен қоса 66 келідегі WBC белдігінде жеңіп алған Мозли чемпиондық атағын бір жылда 3 рет қорғап, барлығында нокаутпен жеңіске жетеді. 2002 жылдың қаңтар айында Шейн белдігін өзінің ескі қарсыласы Вернон Форестке қарсы қорғайды. Әлі жеңіліс көрмеген Фореста бұрынғы Мозли секілді таланты бар, бірақ танысы жоқ боксшылардың қатарында жүрген кезі болатын. Әрі Форест Шейн Мозлиді әуесқой бокста болса да, соңғы жеңген боксшылардың бірі. Сол себепті жанкүйерлер Шейн үшін кек қайтарар сәт деп асыға күтеді. Жекпе-жектің сөзсіз фавориті Шейн Мозли болады. Бірақ Вернон Форесттің қарсыласқа деген өз жоспары бар екен. Here in round 2, momentarily switches southpaw, then comes and hits him again. And Mosley is in huge trouble. Huge trouble. 4, 5. Mosley still in serious trouble, but the bell is. Оң қолының қарымта соққысынан соң апперкотпен құлақ шекеден қоса соққы алған Шейн нокауттың аз-ақ алдында болады. 3-ші раундта Мозли өзіне келуге жұмсайды. Содан соң жекпе-жек соңына дейін қарымта қайтаруға тырысып көреді. Бірақ еш айласыз бейберекет жұдырғын ала жүгірген оның соққылардың көбі далаға кетсе, Форесттің соққылары тура және ауыр тиіп отырады. Осылайша күні кеше ғана әлемдегі ең мықты боксшылардың көшін бастап тұрған Шейн ұпай санымен ойсырай жеңіліп, үздік 10-тықтан шығып қалған болатын. Арада 6 ай өткенде реванш өтеді. Тура алғашқы сценариймен тек нокдаунсыз өткен жекпе-жекте Шейн Мозли тағы да жеңіліп қалады. Осылайша Вернон Форестті Шейн әуесқой бокста да, кәсіпқой бокста да өмір бойы жеңе алмаған екен. Осы уақытта Де Ла Хоя Мозлиден жеңілген соң 69 келіге көтеріліп, сол салмақтың чемпион атанып үлгерген болатын. Оскарға бұрынғы кеткен есесін қайтару тиімді болса, Шейнге кері кетіп бара жатқан мансабын қайтару тиімді. Екі боксшының ойы бір жерден шығып, 2003 жылдың күзінде Де Ла Хоя мен Мозли арасында реванш өтеді. Бұл жолы үлкен Флойд Мейвезерді бапкерлікке жалдаған Оскар жекпе-жекті өте сақ өткізеді. Ал жеңетіндігіне сенімді болған Шейн тек шабуылдаумен болады. Нәтижесінде аз ғана ұпай айырмасымен жеңіс тағы да Шейннің қанжығасында кетеді. Бұл шешім әлі күнге дейін жанкүйерлер арасында дау туғызуда. 2005 жылдың көктемінде Мозли Де Ла Хоядан тартып алған белдіктерін Винкер Райтқа қарсы қорғайды. 69 келінің абсолюттік чемпионы болған Райт өзінің бұзылмайтын блогымен бір сәтке тыным бермейтін агрессиясымен танымал боксшы. Оның қорғанысын бұрын кіші салмақтан келген Шейн де бұза алмайды. Ұры бұрып шаршаған Мозли соңғы раундта тіпті өшіп қалады. Бұл жекпе-жекте Шейн ұпай санымен жеңіледі.
Сол жылдың күзінде өткен реваншта тура сол сценариймен өтіп, Мозли тағы да жеңіледі. Right nods and comes in with a straight left. Бар жоғы 2 жылдың ішінде қатарынан 4 жеңіліс талантты бокс үшін демек бірдеменің дұрыс емес екендігін білдіреді. Сол қателік бапкері әкесінен кетті деп ойлаған Шейн оны бапкерлік қызметінен босатып, оның орнына Джон Дэвид Джексонды жалдайды. Джексонның бапкерлігімен Шейн 2006 жылдың басында бұрынғы чемпион Фернандо Варгаспен жолығады. Бұқа секілді алға жүре беретін қызуқанды Варгасты Шейн ауыр соққылармен күтіп алып отырады. More of a slap. Yeah, good enough that the expression is he's more hurt on the other guy. And I good round after the last two. Соның нәтижесінде Варгастың сол жақ қабағы адам танымастай болып ісіп кетеді. Варгастың денсаулығына алаңдаған рефери 10-шы раундта жекпе-жекті тоқтатады. Арада 6 айдан соң өткен реванш сол бірінші жекпе-жек секілді басталады. 6-шы раундта Шейннің хук соққысы нысанаға тура тиеді. Варгас бір нокдаунмен тоқтайтын боксшы емес, бірақ рефери жекпе-жекті тоқтатады. Осы жекпе-жектен соң Шейн 66 келіге қайта түсуді жөн деп шешкен екен. Мұнда бір жекпе-жек өткізіп, жеңіске жеткен ол 2007 жылдың жазында WBA белдігінің иесі Мигель Коттомен кездеседі. 30 жеңістің 25-ін нокаутпен жеңген Котто бұл кезде ұрғанда қарсыластарының қабырғасын сындыратын шағы еді. Мозли мен Коттоның жекпе-жегі тең дәрежеде өтеді. Кейде Коттоның жұдырығы нысананың тура тапса, кейде Шейннің құлаштап тұрып соққан соққылары тиіп жатады. Осылай өткен жекпе-жекте төрешілер жеңісті аз ғана ұпай айырмасымен Коттоға берген екен. Шейннің келесі жекпе-жегі 2008 жылдың күзінде Рикардо Майоргаға қарсы өтеді. Майорга кезінде Мозлиді 2 рет жеңген Вернон Форестті нокаутқа жіберген болатын. Осы себепті жекпе-жекке деген қызығушылық орасан болады. Әрі көз атысу рәсімінде Майорга Шейннің әйелін жамбастан бір салып қалған екен. Екі боксшының арасына тұрып алып Мозли ханым не үшін жамбасын тосқаны жұмбақ. Шамасы көпшілікке көрсетілген ойын болар. Жалпы Майорганың пресс-конференциясы ғана емес, жекпе-жектерде өте қызық өтеді. Бұл жолда боксшылар бір-бірін аямай соға бастайды. Тек 12-ші раундта ғана Майорганың жағы сыр берген екен. Рикардо орнынан тұруға күш тапқанмен Шейн оны бірден сұлатып түсіреді. 2009 жылдың қаңтар айында мексикалық Антонио Маргаритоға қарсы жекпе-жек өтеді. Маргарито осының алдында ғана Коттоны жермен жексен еткендігі сондай, рингке жақын отырған Майк Тайсонның өзін шошытқан болатын. Мексикалық боксшы соққыны өте жақсы стойды. Және жекпе-жек соңына қарай көп боксшылар шаршай бастаса, ол керісінше қарқынды еселеп артыратындығымен танымал болатын. Әрі дәл осы жекпе-жек қарсаңында Шейннің әйелі оның бүкіл жиған терген ақшасын тартып алып, ажырасып кетеді. Осындай психологиялық соққымен шыққан әрі жасы 37-тегі Мозлидің жеңіске жетуіне ешкім сенбейді. Жекпе-жек басталардан алдын Мозлидің бапкері Назим Ричардсон Маргаританың қолына орайтын бинттан белгісіз бір затты байқап қалады. Комиссия өкілдері ол затты тексеруге алып кеткен соң Маргарита қолына басқа бинт орап рингке шыққан екен. Мексикалық боксшы әдетінше бірден қарсыласын қыспақ қала бастайды. Бірақ Шейн дәл осы сәтте әйеліне деген ашуының барлығын Маргаритодан алады. Мозлидің оң қолынан мексикалықтың басы ұшып кете жазап отырады. Hey, but that was the case in Las Vegas last July too. Antonio Margarito's hand wrap. Then inevitably, what a fight by Mosley. And a second thrilling. 8-ші раундта Маргаритоның жағы мансабында алғаш рет сыр береді. Шейнге бұл мексикалықты құлату үшін бақанда 20 соққы керек болған екен.
Маргарита орнынан көтерілгенмен оны үзілісте құтқара алмайды. Келесі раунд бастала сала Шейн қарсыласын нокаутқа жібереді. There's another one. There's a big left hook. Why not stop it now? And there's the white towel. Осылайша Шейн Мозли көпшілік боксшылар зейнетке шығатын жасында мансабын қайта жандандырып, қайтадан супер жұлдыздар қатарына қосылады. Ал Маргаритаға келсек, Мозлидің бапкері жекпе-жек алдында мексикалықтың қолынан тауып алған зат гипс болып шығады. Маргарита гипс туралы ешнәрсе білмейтіндігін айтып, барлық кінәні бапкеріне аударған екен. Нәтижесінде бапкері өмір бойына кәсіпқой бокстан қуылса, Маргарита бір жылға ғана шеттетілген екен. Шейн болса, енді осы қарқынмен барып, енді ғана Хуан Мануэль Маркесті жеңіп, жеңісін тойлап жатқан Мейвезердің көңілін су сепкендей басады. Жасы 38-ге келіп қалса да, Мозлидің қолдары өте жылдам және соққысы ауыр болатын. Сол соққылар Мейвезерге тисе, оның қандай күйде болатындығы бүкіл әлемге қызық болады. It's wound up and tight. There's a hard right hand. And that may be the hardest punch that Floyd Mayweather has. Дегенмен Флойдтың қорғанысы ғана емес, жағы да мықты екен. Тура тиген мұндай соққыдан көп адам құлаушы еді, бірақ Мейвезер құлақ шекеден тиген екінші соққыны да ұстап қалады. Өкінішке орай, осымен Шейннің сәтті шабуылдары аяқталып, Флойд жекпе-жекті толық өз қолына алады. Shane is looking old to me. Нәтижесінде Мозли ұпай санымен ойсырай жеңіледі. жылы Шейнге тағы бір үлкен жекпе-жекке шығудың сәті түседі. Қарсыласы ретінде әлемнің ең үздік боксшыларының ішінде Мейвезерді екінші орынға ығыстырып, өзі бірінші орынға жайғасқан Мэнни Пакьяо тап келген екен. Бұл кезде Пакменмен шыққан кез келген қарсылас жекпе-жектен соң үйіне мүлде басқа адам болып қайтатын кезі еді. Manny Pacquiao is annihilating Oscar. Шейнді де оңай жекпе-жек күтіп тұрмағандығы анық. Defensive. Well, he is. Pacquiao left hand drops it. Нокдауннан соң отандасына көмектесуге асқан рефери Кенни Бейлис 10-шы раундта Шейннің итеріп жүргенінен тепе-теңдігін жоғалтып алған Пакьяоға нокдаун ашады. They're going to call that a knockdown. I did not. Бірақ көмектесемін деп рефери Мозлидің жағдайын одан сайын нашарлатып алған болатын. Өйткені Пакмен ашуының барлығын Шейннен ала бастайды. There's a left hand now. His moves are different. It's difficult to put the right hand by Pacquiao. Pacquiao trying. Тек тәжірибесі мен керемет шыдамдылығының арқасында ғана Мозли жекпе-жек соңына да жетеді. Бұл Шейн Мозлидің супер жұлдыз ретінде шыққан соңғы жекпе-жегі болатын. Келесі жылы 41 жасар Шейн 21 жасар Канеломен жекпе-жекке шығады. Мозли жекпе-жекті ойсырай жеңілгенмен, бұған дейін қарсыластардың барлығын нокаутпен жеңіп келе жатқан Канело оны құлата алмайды. Шейн мансабын тек 2016 жылы 49 жеңіс 10 жеңіліспен аяқтап, енді баласының бапкерлігімен айналысатындығын жария етеді. Міне достар, Шугар Шейн Мозлидің мансабы осылай өткен екен. Ол Америкада туып өскен талантты боксшы болсаң да, кәсіпқой бокста қолдаушың болмаса, көтерілудің қиын екендігінің бір көрінісі болып қала береді. Бірақ Шейн тынбай еңбек етіп, өз уақытын шыдамдылықпен күтті. Және мүмкіндік туған сәтте сол мүмкіндікті пайдалана алды.